Оша атымен танымал Үндістанның рухани көшбасшысы Бхагван Шри Раджниш адамдарды ізгілікке шақыруды парыз санайды. Оның өнегелі ойларымен таныс болыңыздар. Өмірді түсінуге тырыспаңыз. Жай ғана осы шақпен өмір сүріңіз. Адамдар барлық жағдайды қара аспан төңгендей қабылдайды. Көбірек күліп, көбірек қуанып үлгеріңіз. Мен үшін күлкі де шүкіршілік секілді қасиетті. Өмір проблема емес. Оны проблема деп қарастыру дұрыс емес қадам жасаумен пара-пар. Өмір сүру мен сезінуді, сүюді бойыңнан өткізетін үлкен құпия. Көбірек қателіктер жіберіңіз. Тек есіңізде болсын. Жасаған қателікті қайта қайталамаңыз. Сізде осыдан соң өсу пайда болады. Болуға тырыспа, бол. Өмірдің басталуы қорқыныштан арылған кезеңнен басталады. Шығармашылықтың адамы болу өмірді сүюді білдіреді. Өмірдің сұлулығын арттырғыңыз келсе, оған аздап музыка, аздап поэзия, би әкелгіңіз келгені, бұл өмірді сүйгендігіңіз. Бұл әлемге әр адам белгілі бір тағдырмен келеді. Ол адамның осы өмірде атқару керек ісі бар, жолданатын сөзі бар, аяқтар ісі бар. Сіз бұл әлемде кездейсоқ емессіз. Өз міндетіңіз бар. Артыңызда мақсатқа жету керек деген ойыңыз бар. Және барлығы сіз арқылы бірдеңе жасауға ниетті. Әлемді жақсартуға көмек етіңіз. Әлемді сіз таныған кейіпте қалдырмаңыз. Оны аздап жақсартыңыз, сәл әдемі етіңіз. Аздап ақымақтық өмірден ләззат алу үшін жеткілікті. Қателіктерден аулақ болу үшін аздап даналық. Әйел ер адамнан күштірек. Жұмсақ қаттыға қарағанда жақсырақ. Су тасқа қарағанда күштірек. Бала туылған сәтте ана да дүниеге келеді. Бұған дейін әйел болғанмен ана емес еді. Ана мүлдем жаңа құбылыс. Егер ата-ана болсаңыз, балаңыздың зерттеп білу үшін белгісіз жаққа ашылатын есіктерді айқара ашыңыз. Таңсық нәрседен қорқуға мәжбүр етпей, керісінше қолдаңыз. Олар секірместен бұрын 2 мәрте ойлан дейді. Ал мен секіріп алды, қалағаныңша ойлана бер деймін. Мен сізге алдымен өзіңізді сүюді үйретемін. Бұл ешқандай эго емес. Шын мәнінде махаббат бұл жарық. Эго қараңғылық. Ол жарықта өмір сүре алмайды. Егер өзіңді емес, басқаны жақсы көрсеңіз, махаббатыңыз басқаға бағытталған болса, сіз қараңғыда өмір сүресіз. Алдымен өз жарығыңызды өзіңізге бағыттаңыз. Алдымен өзіңізге жарық болыңыз. Ішке түскен жарықтың ішкі қараңғылықты жарқыратуға, әлсіздікті сейілтуге жұмсаңыз. Сонымен өзіңді сүю, махаббат сізді үлкен күшке, рухани күшке айналдырсын. Сана сиқыр сияқты әрекет етеді.
Өзіңізді жақсы көріңіз және құрметтеңіз. Ешқашан ештемеден кем түспеңіз. Осылай әрекет жасасаңыз, өзен арнасы тастан тазартылып, судың сарылдап аққандай күй кешесіз. Көз алдыңызда өсу пайда болады. Егер сіз адамды жақсы көрсеңіз, ол адамды солаймен қабылдайсыз. Барлық кемшіліктерменен. Өйткені бұл ақаулар адамның бір бөлігі. Ол адамды өзгертуге еш тырыспаңыз. Өйткені өзгертуге күш салудың өзі сіздің жартысын жақсы көріп, жартысын қабылдамайтындығыңызды білдіреді. Сүю деген жай ғана сүйіп қалу. Адамдар сүйікті болғысы келеді, бірақ қалай сүю керектігін білмейді. Махаббат монолог емес, бұл үйлесімді диалог. Егер өзіңізді қатты ұстай беретін болсаңыз, махаббатта ешқандай қарым-қатынас өрбімейді. Мысалы, сіз ақылды болып, өзіңізді сақтап қорғаштай берсеңіз, өміріңізде жеке тұлғалар ғана кездесіп, негізгі орталық жалғыздықта қалып қояды. Бұл жерде өзіңіз емес, маскаңыз ғана байланыста болады. Мұндай жағдайда қарым-қатынасқа 2 емес, 4 адам қатысады. 2 жалған адам кездесуді жалғастыруда, ал 2 шынайы адам әртүрлі әлемде қалады. Біз бәріміз бірегей тұлғамыз. Ақиқатында мынау дұрыс, мынау қате деп, ешкім дөп басып көрсете алмайды. Өмір күн сайын өзгеріп тұратын, ұғымдарды анықтау жолында түрлі тәжірибеге бару. Ең алдымен өз үніңізге құлақ түріңіз. Өз өзіңізбен қалудан ләззат алуды үйреніңіз. Әлдекім келіп есігіңізді қағады-ау деп алаңдамайсыз. Біреу келсе керемет, келмесе ол да жақсы. Осындай қарым-қатынаспен ғана араласа бастаған жақсы. Кез келген әрекеттің соңы күтпеген жағдайға тап келуі мүмкін. Мұқият болып, барлығын назарда ұстаңыз. Кемелденген адам өзін өзі тауып, жақсы жаманды дұрыс бұрысты ажырата білген жан. Бір істі дұрыс жасамағаныңызбен, одан көп пайда көруіңіз ғажап емес.